Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біздер балда 4, яғни медовик дайындайтын боламыз. Крем пломбир, дәмі өте тамаша, өзі жұмсақ, өте нәзік. Bir көргеннен адамды өзіне баурап алатын торт, сондықтан жасап көріңіз. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен мед ыдысқа қойып, су мөлшерінде 25 минут қайнатып алатын боламыз. Кейін содамызды салып араластырамыз. Осындай көпіршік бізде пайда болады. Кейін бөлме температурасындағы сары майымызды салып араластырып алатын боламыз. Қоспамызды кейін суытып аламыз. Енді кезекте жұмыртқамызды және де қантымызды салып көпіргенше араластырып аламыз. Салыңыз, біздің көпіршігіміз осындай болады. Кейін суыған медті қоспамызға жұмыртқамызды араластырып, кейін азаздан ұнымызды салып, қоспамызды дайындаймыз.这一次我真的睡着了。 Қараңыздар, осындай болады біздің медті қоспамыз. Пергамент қағазына 22 диаметрлік шеңберді сызып алып, 2 ас қасықтан салып, осылай тегістеп жайып шықтым. Және де қызып тұрған пеште қызарғанға дейін пісіріп алдым. Өте тез дайын болады, сондықтан алыстап кетпеңіздер. Менде 14 көз шықты. Өте нәзік, үлпілдек. Енді кезекте кремді дайындайтын боламыз. Менде творожный сыр қалған еді, соны салып жібердім. Кейін салған сливкемізді қойып араластырып аламыз. Сливкеміз қоюланғаннан кейін 20%-дан жоғары қаймақты салып араластыратын боламыз. Кейін қойылатылған сүтті, яғни сгущенканы салып араластырып аламыз, припека массасы пайда болғанға дейін. Біздің пломбир креміміз дайын. Дәл осындай сұйықтау крем болады. Қыларымызды дайындау үшін 2 кожды пайдаландым, 5 минут духовкаға салып алдым. Енді кезекте тортымызды жинайтын боламыз, қыздар. Дәл осылай етіп, торттарыңызды жинаңыздар. Кальциямен жинау сіздерге міндетті емес, сондықтан кальций қолданбасаңыздар да болады. Кейін кремімізді жағып болғаннан кейін холодильникке салып алатын боламыз 1 сағатқа. Кезекте крошкаларымызды дайындайтын боламыз. Осылай етіп боқтаумен немесе блендермен уатып алсаңыздар болады. Кейін жан-жақтарын осылай етіп крошкамен әдемілеп шығатын боламыз. Тортымызды жинап болған соң, тағы 1 сағатқа холодильникке салып алатын боламыз. Рецепт ұнаған болса, лайк басып каналға тіркеліп кетіңіз, және де алда көптеген рецепттер болады.